Әлеуметтік бағдары бар қоғам әлеуетті. Қазақстанның іскерлік ортасы мен әлемдік экономиканың тыныс-тіршілігі біздің назарымызда. Еліміздің банк секторында бәсекелестік азайды. Бүкіл нарықтың 80%-ы оншақты қаржы институтына ғана тиесілі. Бірақ кредиттік жүйе Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен салыстырғанда жоғары көрсеткішке ие. Банк секторының монополияландыру деңгейі 1000 пункттен жоғарылады. Бұл бәсекелестік азайып, тұтынушылар мүмкіндігінің азайғанын аңғартады. Себебі бір ғана банк жалпы таратылған несиенің 25%-на иелік етеді. Дегенмен Ресей және Беларусьтің банк секторындағы бәсекелестікпен салыстырсақ, Қазақстанда айтарлықтай басымдық бар. Одақтас елдердің ең ірі қаржы институттарына несие нарығындағы 35%-ық үлес тиесілі. Сараптамаға сәйкес тек Түркиядағы банктер арасындағы бәсекелестік тепе-тең деңгейде. Сондықтан мамандар осы мемлекеттің тәжірибесін жоғары бағалап отыр. Қазақстандық дәрі-дәрмек шығаратын компаниялар Түркменстанға мол өнім экспорттауға мүмкіндік алды. Үш бірдей фармацевтикалық кәсіпорын Ашхабадта өткен халықаралық форумға қатысып, медициналық препараттарын таныстырды. Сөйтіп, Түркменстанның денсаулық сақтау министрлігі келер жылы Қазақстаннан дәрі-дәрмек сатып алуға келісім берді. Атап айтқанда, елімізде шығарылған 1 миллион белсендірілген көмір таблеткасы көрші мемлекетке жіберіледі. Бұған қоса қазақстандық азық-түлік өнімдері де мол мөлшерде экспортталатын болды. Сондай-ақ құрылыс заттары мен химия өнімдерін шығарып, машина құрастыратын кәсіпорындар Түркменстан нарығын жан-жақты игере бастады. Елордада кәріз коллекторларын салуға 6,175 миллиард теңге бөлінді. Жоба жан-жақты сарапталып, қала аумағынан суды айдап шығуды қамтамасыз ететін қажетті нысандар тізімі әзірленді. 2020 жылға дейінгі бағдарлама болған еді. Қазіргі уақытта ол 1 жылға азайтылды. Өйткені шілде айындағы нөсер жауындар проблеманы күрделендіріп жіберді. Үкімет отырысында нөсер кәріздер нысандарының құрылысын қаржыландыру мәселесі қаралды. Қаладағы бұл проблеманы толық шешу үшін қажетті қаржымен қамтамасыз етеміз. Құрылыс жұмыстары 2017-2018 жылдары жалғасады. Оған қазынадан 6,175 миллиард теңге бөлінді дейді Астана қалалық коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Төлеген Закарьянов. Табысты адам өзін жоғары бағалайды. Бизнестің артық кемшілігін таразылап, бізбен бірге зерттеңіз. Ақпарат бізден, бизнес сізден болсын.